Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, біздің сұрағым бар бағдарламасының кезекті қонағы қазіргі таңда көптеген хит әндердің авторы, ақын, композитор Ерболат Қарақойшы. Ерболат, қайырлы күн. Енді сені көпшілігі ақын, композитор ретінде таниды. Саған қалай қарағаның ыңғайлы? Ақын ретінде қарайын ба, әлде қарапайым Ерболат Қарақойшы ретінде қарайын ба? Әрине, қарапайым Ерболат Қарақойшы. Жалпы сізді көпшілігі ақын, композитор Тамада ретінде таниды. Жалпы өзіңді ақын ретінде мойындайсың ба? Жоқ, ақын ретінде де, композитор ретінде де, асаба ретінде де мойындамаймын өзімді. Себебі ол нәрселердің бәрін атақты беретін адам, халық, өнерді беретін Алла. Сондықтан біз тек мен өзімді орындаушы ретінде көремін. Жаңағыдай бәрі шығып тұрған нәрсе, өлеңде, әнде, сөзде, ол менің шығарып отқан болғанымен, ол бұрыннан бар нәрседе, ол беріліп тұрған талант, дарын, сол арқылы тек біз жеткізіп. Пушкиннің сөзі бар да, мен тек ойыма келгенде айтамын, оны маған біреу береді деп, мен тек жазып қағазға дегенде бар. Сол сияқты, сондықтан мен өзімді ақынмын деп те әлі мойындаған емеспін, мойындамайтын да шығармын. Халық айтады да, керек болса, мынау ақын, мынау композитор, немесе асаба деп. Асаба деген ол мен ол тарапта мүлдем жоқпын қазір. Оны хобби ретінде көруге бола ма? Тек қана. Бойындағы ақындық қабілет, осы композиторлық қасиет кімнен дарыған? Ол жағын енді бізде қазақтың бір жақсы былай ойлайды ғой, атасы бір әнші болған, әжесі бір әнші болған, күйші болған, биші болған деп. Біздің үйде бәрі тракторист болған. Ешкім бір өнер саласында ондай бір қатты қатысы болмаған. Әжем ғана, әжем баласы болдым мен. Әжем ауылда әжелер ансамблінде болған. Ауылдың хиттары кезінде деген сондай кісілер болған. А былай бір тарихта аты қалған бір ақын дейді. Енді баяғы Мұрат Мөңкеұлы біздің сол кісіден тараған деп бақып келеміз ғой. Яғни Мұрат Мөңкеұлы қайшылығы, мен қайшылығы мысалы аталарымыз деп келеді да. Бірақ енді түп тамырымен әкесі бір бар ғой, мысалы Лұқпан Жолдасовтың өзі композитор, баласы гитарист сияқты, мысалы ондай адамдар көп қой. Ал тікелей менде ондай жоқ. Алладан берілген өнер деп қараймын болды. Қашаннан бастап өлең шығара бастадың? 4-ші сыныптан бастап ең алғаш шығарған өлеңім есімде. Онда да ақындық деген түсінбейсің ол кезде. Тек ұстазымыз айтты, өлең шығару деген болады, ұйқас деген болады, 4 жыл мен алды да қоңыр бір тақтаға барды да өлең жаз, 2 жол сөз. Ата әже тұратын ауылды жақсы көремін деген. Осыған жалақ қойыңдар 2 жол деп. Қозылақпен жарысқан жайлауымды сүйемін деген жазық болды. Сол бір алғаш жазғаным бар ғой. Содан кейін бір кетті не түрлі өлеңдер. Туған жер, ол кезде Астананың туған күні, күз келді деген әңгімелер жаза берсең ғой. Кейін 8-9-дан бастап махаббат басталады, сөйтіп кеттік бәріміз. Жалпы өзің бір сұхбатында айтыпсың. Мен бұрын ақын едім, қазір оған композитор келіп қосылды деп. Жалпы біз білетін талант ол Алладан беріледі. Ал сенің осы айтқан сөзің, яғни жүре пайда болған талантқа жата ма? Мен ақын едім деп айтқан емеспін ешкімге. Бұл бір түсінбестік немесе бір халықтың берілген айтқан сөзінен бар да. Бірақ енді композиторлық деген жүре бара дегенде қалай? Бізде бұрын ауылда экономика пәні мұғалімі болды. Тастан сәрген жетпейтін сол кісінің қара Ямаха аппараты болатын да. Мен сабақтан сұранып қашып шығып, кішкене ноты білмеймін, соны ойнау үшін кішкене бір қуыстай бөлмеге барып соны ойнайтынбыз да біздер, қызық көріп. Сол кезде ауылда 9 оқитын кезіміз ыңылдап ән шығаратынбыз. Ол кезде ауылдың баласысың, енді ән шығарасың. Ешкім сені менсінбейді, сен қайдағы композитор, сен шығатын ауылда жүрген баласың. Басылып сол кезде жазғанбыз әндерді. Кейін айтыспен кеттік, поэзия болды, өлең шығарулар келді. Ол кезде оған жағаласып композиторлық болған жоқ. Композиторлық деген нәрсе 1-2 жылдың төңірегінде кетті ғой. Жүре бара пайдаланған талант деп айтуға келеді негізі. Жаңа айтып жатсың, айтысқа да шықтық, поэзияның ауылынан да алыс емеспін деп. Жалпы қай жанрдағы ақынсың сен? Қай жанрда? Мен екеуінде де бармын деп ойлаймын. Бірақ бір жаман нәрсе ұнамайтын өзіме, екеуін бірдей қатар деңгейде алып жүре алмаймын да. Шыны керек, мысалға бұрын студент кездерде үнемі интернеттерде, ВКонтакте парақшаларында үнемі күнде өлең салып, бірақ андай емес, бір апай айтпақшы маған, сендер ақындар болсын деген былай болып кеттіңдер ғой, оқырман үшін деп күнде бір өлең шығарасыңдар дейді. Ондай болған жоқ па біздер? Может, бәлкім күнде көретін нәрсеміз көп болған шығар. Адам соның ішінде өлеңге құмар адам көретін нәрсесі көп болса, ол тақырыбы да көп болады шығаратын. Сөйтіп жазып келдік те, кейін композитор болды, композитор қауыстық, айтысқа кеттік, поэзия кішкене қала бастады. Шынымды айтсам, қазір мен осы әннің саласына кеткелі 10 өлең жаздым деп айта алмаймын. 10 поэзия бар ғой, жаздым деп. Көбіне ерініп қаламын, шыны керек, еріншектік болады. Түнде келеді, қырсығып шабады, мысалға. Ұйқылай жазыпсан келді, заметке, телефонның несіне жаза алмайсың, ұйықтап қаласың. Таңертең ол келмейді, сол нәрсе ғой. Көбіне әндерді тапсырыспен шығарасың ба, әлде ішіңнен шыққан дүниені ғана жазасың ба? Әртүрлі.
шыны керек алғаш берген әндерім, мысалы Қуандық Рахымдарға берген, Иса Алимсаевтарға берген әндерім бәрі шабытпен шыққан әндер. Бәрінің тақырыбы бар, бәрінің алдын ала идеясы бар. Кейде адамдар қоңырау шалады. Маған мысалы шудың бойында сияқты маған Каспийдің бойында деген керек дейді. Ондай адамдар болады. 91-ның өлең сияқты маған өлең керек деп қойған. Мысалы түсінбейсің адамдарды. Айтады ғой, жер бетінде 7 миллиард халық бар, сондай адамдар бар деп қойған, сондай мінезді адам бар деп. Бұрын шыны керек қазір көп мойындайды да, біздің шоу бизнесте негізі жаңа айтады ғой, енді ойбай өнер адамы, мен өнерді сүйемін. Бір күні бір айтып жіберейін, бір кісі дейді маған. Мен үшін ақшамды түсініп тұрмын ба солай? Мен мынандай ақша жазамын деп айттым мен, әңгіме сөзді. Негізі өнер деген сатылмау керек қой. Өнер деген сатылмайды деп әңгімені жіберіп жатты. Өнер деген тегін болу керек деп, орысша души дейді ғой, шынайы болу керек қой деп. Мен айттым, мен қарсы емеспін дедім да. Давай, мен саған беремін тегін, мен ала қой. Бірақ сен осы өлеңмен алды, бүкіл Қазақстан аралап тегін концерт қой дедім да. Не қылып дейді? Өнер сатылмайды ғой, сен әнші емессің бе? Тегін қой деп шыны керек. Сол адам просто айтайын, жай ғана айтатын болсам, шоу бизнес біздегі қара пиар и ақша жасау. Мысалы кейде мен қазір мысалы бұрын шынымен ақшаға жазып жүрдім бар ғой. Қазір шынымен дауысы бар адамдарға тап болғаннан кейін қазір көп жұмыс жасап топ әншілер дейді жылдар. Солармен кәдімгі ол кісілермен әңгіме айтқанның өзінде, дауысын тыңдағанның өзінде бар ғой. Сен ана жерде ақшаны ойламайсың. Андай керемет дауыс тыңдаған кезде өзің жаза бересің. Мен мысалы қазір кез келген адам ойнайды, ерген заман тобында демосы келеді ғой, демосы жай ғана демосы дауысымен істеген келген кезде сөздің автоматически шығып кетеді. Ана жерде ақша ойламайсың. Потому что шынымен талантпен жұмыс істесең, ал енді қалай айтсам болады. Мен біреулерді көргем, 2 миллион берсең, хит қылып беремін мен сені дегендер бар ғой. Ондайдан аулақ. Қаншалықты адамға тегін жазасың? Білмеймін, мен шын айтайын, қарамайды екенмін. Мысалы қазір тамыр деген мысалы. Өйтіп бөлмеймін. Өйтіп бөлмеймін себебі білмеймін, өнерде ондай нәрсе. Таяқ жегім демей қойын, бірақ Алматыға барған кезінде басында аңқау атыраудың баласы болып бардым. Аузым күйді. Қазір шайымды үріп ішемін, шыны керек. Аузым күйгеннен үріп ішесің ғой енді. Бірақ ешкімді жамандағым келмейді. Себебі жамандап та келе жатырмық қой, адамның бойында сен жамандамай-ақ күнә көп сенің бойында ғой. Сондықтан айтқым да келмейді да бостан босқа. Әркім өзінің жолын білсін, әркім өзінің жолағын білсін дейді ғой. Енді тегін дейтін нәрсеге келген кезде болады кейбір. Енді ғана танысқан бауырларың болады. Ереке осындай әніңіз бар екен ғой, маған берсеңізші деп. Вот ондайлар бар ғой. Мынандай да болған менде. Сатып берген әнім біреуге. Шынымен нәпақа ғой кейде. Ақша керек болған сатып жүрген әнің, ода дауыс жоқ та. Дауыс жоқ, шанс бар, таныс бар дек. Бірақ ән өтпейді да, дауысы жоқ. Не бір аранжировка күн дұрыстамаған, дұрыс дауысын жазбаған. Мысалы да, сіздің балаңыз болған болса, сіздің балаңыздың керемет болып киініп жүргенін қаламайсыз ба? Әлде бір шырақ жүрген қаламайсыз ғой. Әнді сөйтіп қараймын да, әнді әдемілеп шығар деп беріп жіберемін. Біреулер шағын бір ауылдың нелері тыңдайтын бір болады, бір кішкене көп ешкім тыңдамайды. Бір таксидің ішінде жүріп кететін өлеңдер болады, бір кейбір флешкадан флешкаға ауысып жүретін өлеңдер бар ғой. Сөйтіп қарап қалатындар болады кейде. Оларға тіке айтамын өзім. Егер өйстіп қарап қалдым ба, мінекей ақшаң, мына әнді мен мына әншіге беремін деп беріп тастаймын. Ал енді менде қатып қалған мына сома, бауырым мына ақшаны бермейсің ба, онда ренжіме деген жоқ. Ондай жоқ. Талай бала келген, әнмен де келді, сөзбен де келді. Сәл өзгертіп бере қойшы деп, фон өзгертіп тастаған балалар да болды деген бар ғой. Сондықтан өйтіп қарамаппын. Мына өзім дос балам болған скидка, мына жеңілдік, менің нағашым, маған тегін дегендер жоқ. Тегін болады әрине, оның жоқ, бірақ қай-қайсысында орны бар да өзінің. Өзім дегенде өзіндік бағасы бар дейді ғой. Бағана кісі не істеді сонымен, тегін концерт берді ма? Жоқ, берген жоқ ол кісі. Ол тегін емес, ол кісі қазір мені танымайды да ғой қазір. Бірақ та инстаграмнан мен білемін да ол кісіні. Енді бірақ ойлаймын, бәлкім ол кісінің қазір бағындырған шыңында мен болсам, айтады ғой, Қалдар мырза айтып сөз бар ғой, абырой дейтін өте ауыр нәрсе көтеру қиын болады деп. Бәлкім көтере алмай жүрмейді деп ойлаймын. Бір ол кісі әлі есімде, маған алғаш инстаграмға шыққанда ол кісі. Инстаграмда қазір подписчик жинау деген мода көтті, үлгі хит болып кетті қазір, кімнің подписчигі көп деген нәрсе сияқты жазылушылары. Ол кезде ол кісінің бір 10 мыңға жетпейтін жазылушы болатын да. Ереке, ақша дегенді не қыламыз, өлең шықсын да, брат, шығарайық та, үйтейік та, бүйтейік та деп. Соны
брат дегенде бәріміз брат болып қалдық қой, соны кетті ғой әннің бәрі түген сояққа. Ол кісіні біз танимыз ба? Ол кісіні кім танымайды, бәрі таниды ғой. Сіз кім үндемей бәрін сұрап отырсыз ба нәрсе? Не керек ол сізге? Қаншалықты жақсы танимыз? Білмеймін, ол жаңағы жалпы таниды, бәрі таниды, ол кісіні танымайтын ешкім жоқ шығар. Өлең тыңдамайтындардың өзі таниды оны. Анау емес па, иә деп. Түсінікті. Жақсы, біздің Атыраудан шыққан бір жас кішкентай әнші баламыз бар, иә? Сіз соған музыкалық продюсер болыпсыз, Тамырлан деген. Иә. Ол баламен қазір байланыстасың ба? Иә, байланыстамын қазір, жұмыс жасап жатырмыз. Ол жігіттің де тарапынан, айналасынан аңдаған өсек, сөз дейтіндер көп болды ғой. Тіпті біреулер болды, жаңағы Ерболат көмектесіп жүрген кісінің несі екен, әкесі екен ғой, солай айтпай жүрген ғой деп. Мен айтамын, ол бала дейтін 2005 жылға бала ғой, мысалы. Мен 94-тің деймін. Биологически ойлап қарасам, мен қалай әкесі боламын деп айтамын да кәдімгідей ғой. Ол көп та сөзі, ол бала Ерболатқа ағасы өйтіп беріп тастаған екен, бүйтіп тастаған екен деп. Өнерде ондай әңгімелер көп. Ол баланың өздікі, шынымен маған ұнайды, сүйкімді бала. Дауысы қойылмаған әлі. Себебі не қойылмаған? Оның жасындағы балалар қазір ешкім дауысы қойылмаған. 18-ге дейін қойылмалы ғой бәрі. Ол қазір тоймен де жүр, сахнамен де жүр, бәрін клипте шығарды мысалға. Жылдың үздік әншісінде алды, жаңа жыл жаңалығы дегеннің бәрін. Мен просто жайған айтқым келеді адамдарға, жаңа ол баланың тарапынан бар ғой. Әр қазақ менің жалғызым дейді ғой. Менің бір ешқандай туыстық қатынасым жоқ, ешқандай да. Сосын бір маған ақшаны күреп болады ғой біреулердің бір. Алматыда көп ондайлар. Үйін, көлігін істеп бердім десем, жағдайын бәрін істеп. Өйтіп те сұраған жоқпын, керек те емес та. Айлығымды аламын мен кәдімгі жұмыс ретінде. Бірақ сұрайтыным менің адамдардан, әр қазақ менің жалғызым, бір қазақ шыңға шықса қуанайық та. Бір қазақ өсіп кетсе қуанайық. Не керек? Өссін, ол кішкене көтерілсін. Ертең ана өсектермен, сендермен көрсетін жасқа жетсін да ол. Осы маған ешкім көмек емес, қазір оған көмек керек. Кішкентай бала ғой ол дейтін. Сол бала туралы көп сұрақ қойылады маған шынымен бар ғой. Жалқып кеттім демей-ақ қойын, бірақ еш жауап беремін көңіліне. Көреалмаушылықты қойылмайды, қазақ қоймайды көреалмаушылықты бәрібір ғой. Жай ғана қояйық демей-ақ қойын, қолымыздан келгенше деймін да. Қазақ жетістікке жетті ме, қуанайық. Иә, айтып отырсың ғой, қазақ жетістікке жетсін, қуанайық. Әр қазақ менің жалғызым деп. Жалпы жаңадан шығып жатқан өнерпаздарды қаншалықты қолдайсың? Қазіргі таңда ең танымал деген жасөспірімдер айтып отыр. Мен бүйтіп былай қараймыншы. Біреулер бар. Арыстан айға шауып мерт болып дейді ғой. Біледі да дауысы жоғын. Білсе де мойындамайды. Бәрібір шығады. Біреулер түрімен шығады. Түрі бір түрікке ұқсаған, бір сақа қойып тастаған, бір красавчик болады да бір. Бұлар 91 шашын бояп тастайды. Шыны керек па ғой? Жоқ, шыны керек, айтамын. Айтып оққан ойым. Біреудің таланты бар десейтін. Шынымен. Сахна қазір түрге қарап қалды ғой бізге. Шыны керек, мен бір алған сөзім бар еді. Бір қыз бар сахнада санына шыққан, сол санына ән шығылмай бағына шыққан деп бар ғой. Шынымен ғой, бізде қазір дейтін түр дейтін нәрсеге қатты қарап кетті, дауысқа емес. Мейрамбекке айтпақшы баяғыда мен Жанар Айжан өлең айтса, Мадина өлең айтса, Роза апа өлең айтса, мен танитынмын дейді да. Мына тыңдап алып танитын, Роза апа айтып, Жанар апа айтып деп. Қазіргі мен жас қыздардың дауысын дейді. Айтып жатса танымаймын дейді, кім айтып жатқанын. Түрін көріп барып қойған, мына әнші айтмайды дейді, ұқсайды да бір-біріне. Қазір макияж дегендер мүлдем ол енді оны айтпай-ақ бергелі болды. Өнерпаздар дегенде қолдаймын мен, ешқайсысын қолдау салдырмаймын. Қолдаймын. Кеп тұрады, талай бала келеді. Бірақ ішімнің күйетіні өнерпаздар әлі жұлдыз емес та, ерте жұлдыз болып кетті бізде. Ерте жұлдыз жаңағыдай. Бұл енді ақшан жоқ, бұл жерде пайда ойлама, ар ойла дейді ғой. Ашын дәм татпай дейді. Просто бізде былай бір ән шығарады, ойлайды, хит болып кетем, көтеріліп кетем, өйтіп кетем. Мен сізге айтайын, көптеген оқиғалар болып тұр ғой. Әке-шешем жоқ деп келген балалар болды, ағам жоқ деп келген балалар болды, қолдау беретін ешкім жоқ деп келген балалар болды ғой. Жылап келмейді енді, еркек басымен жыламайды ғой. Талайлар келді, бірақ ішінде шын таланты барлар да болады. Естіп келгендер болады да. Осы сіз дейтін ән шығарып беріп, көтереді дейді ғой бәрін деп ғой. Мен өзімді көтеретін керек, мен кімді көтеремін. Мені көтеріп жүрген жер болмаса, ешкім көтеріп жүрген жоқ. Қолдаймын бәрін, қай-қайсысын да қолдаймын. Қолдап жатырмын, Аллаға шүкір. Бірдеңе істеп жатырмын айтпа дейді ғой. Кім келеді, қолдаймын, ешқайсысынан да бір бізде қазір бар ғой, мүмкін емес баға айтып жүргендер бар ғой. Соған тыраштанып жүргендер бар, соны жинап алып,
сол кісіге барсам деп бар ғой. Менде ондай не жоқ. Біреу айтпақшы, бір жақында бір асаба той орталығын ашты. Сосын мен идея сұрады келіп, ақшасына келісіп, идея и сценарий сияқты нәрсе сұрады, онысқа жақсы дедім. Айттым ғой мен. Дейді, не айттың деймін ғой. Балаларға айтсам, Ерболат Қарағойшы сенімен сөйлеспейді ол. Сен неғылсың, еркелермен сөйлесіп жүрген деп айтты дейді. Мә дедім, мен достарым кішкене бір менің қиқым бар емес па деймін, ондай өтпейді ғой қазір. Не ол деп бар ғой. Сол мысалға бір өнерпаздар сондай болады екен, өнерпаз әншілер бар ғой. Ол кісіге бару үшін мынандай ақша керек екен ғой деп. Мындай жоқ, мен айтамын, келген кісі соғады ғой, звондап соғады, қоңырау шалады. Аталайды болса кездесейік деймін. Сен біл деймін ба өзің не керегін әуелі? Не керегін біл деп. Біреулер болады, Шәмшінің өлеңіне кетті да дауысы. Бірақ деп жетті да, шынымен бар ондайлар бар ғой. Біреулер болады, андай деп қалғанда ана деп жүргендер бар. Мен айтамын, сен біл кішкене не керегін әуелі өзіңе деп бар ғой. Өзің не керегін білмейді. И так халық қазір білмейді не керегін бар ғой. Біреулер 10 жыл бойы еңбектеніп жатты, өлең шығарып, дауысын қойып, ана жаққа барып таратылып бір шықты. Шудың бойында деп хит болып кетті. Білмейсің да не керегін халыққа. Айтам, әркім өзінің терісін пұшпаған ерейді дейді ғой. Әркім өз жолында жүрсе, ол жетем деген адам жетеді дейтін нәрсесіне бар ғой. Сондықтан қай-қайсысын да қолдаймын. Шын талантпен өнерге келу мүмкін ба жалпы қазіргі таңда? Қазіргі таңда, әрине мүмкін. Мүмкін да. Егер сен Димаш болсаң, не мүмкін емес? Сен Димаш бол, сен Мейрамбек бол, не мүмкін емес? Бірақ қазір біздің өнерде қыз балаларға қиын. Бізде қазір ауыз ашқанның бәрі әнші ғой мысалы. Иә. Ана кімнің айтпақшы, оралдық ақын Мұрадым Ерланд дейді. Бұрында дауысы барлар ән салатын, ал қазір аузы барлар ән салып жүр деп ғой. Бәрі әнші ғой қазір. Сондай-ақ ақындар да көп. Жоқ, мен түсінбейтінім де, мен өзімді айтпаймын да, ақын айтып кеттім, ақынмын деп айтпаймын мен деп бар ғой. Мен ақын емеспін, мен ештеңе қалдырған жоқпын, берген жоқпын. Мен таң қаламын да, мысалға 4 жол өлең шығарады, 4 жолының 4-еуі 4 жаққа қарап отыр ұйқастары, өздерін ақын деп қойғанда, жаңағыдай әнге сөз жазамын. Өлең шығар, иә, ол нәпақаң Алладан берілген нығмет. Өлең шығар, ақша тап, таныстыру шығар, еске алу шығар, еске алу үшін құттықтау шығар, мысалы, ақша тап наның ғой. Бірақ ақын дейтін кісіге ұятта жаңағыдай өзін айтып бар ғой. Бір кейде кіресің, бір Инстаграмға отырасың, комментарий астынан оқисың. Ақшаға өлең шығарамын, кез келген бағыт, еще бүйтіп қояды. Бірдеңе уайым болады, бірдеңе жайым болады. Заказ беріңіз, бірдеңе өлеңіңіз берген дайын болады деп кәдімгідей. Соған кіріп қалсаң несіне ақын деп тұрады еще. Баяғыда ақындарды бар ғой. Үйтіп ақындар өзін айтпай қалғыз дейтін ғой оны. Мынау кім ақын ғой, сен білесің ба деп бар ғой. Сол абырой керек. Сен іздей ма? Иә, Аллаға шүкір, солай іздейді. Мен өзім студент күннен бері де қазір бізде тойда арнау өту деген сарай ақын дейді ғой. Бұрын болған сарай ақындар деген. Жаңа патшаны мақтап жүреді, бір бидің жекеменшік несі болады, жаңа сол руды мақтайтын бар ғой. Арнау деген нәрсе қазіргі таңда мақтағанды кім жек көреді? Өтірік анау, мен мақтағанға жыным келеді деген бар ғой. Ол нәпсі ғой ол. Бәрі күшті көреді мақтағанды. Бәлкім андай, мысалы мен де мақтайды, көзіңнен мақтағанға жыным келеді, мен де бірақ ана бүйтіп қаламын. Айтпай ақ қой, жақсы керек емес деп қойған. Ол ұнайды саған, бірақ ана кішкене біртүрлі боласың, бір чувствоң ішінде сезім бар ғой, айтпайсың сосын. Бір сөзбен айтқанда өзіңді атақтың емес, абыройдың артынан ерген адаммын деп. Қатты қорқатын да абырой мен. Шыны керек, қатты қорқатын. Баяғыда біреу айтты деп еді. Бір мұсылман кісі Абдус Хамедті Еуропада күнде 20 цент па беріп жүреді, оған барыс. Бір күні 30 цент алып қояды, артық қайтаратын ақша ғой. Шофер береді да, сдача дейді ғой, артық қалған ақша. Ана мұсылман кісі енді қарап, бір жағынан көп ақша емес бар ғой. Көтемек өзім білмейді шығар ойлап тұрады. Бір жағынан та дін жаңа ойлап тұр. Қой беріп тәйне беріп кет. Сосын жүргізуші алады да күледі де айтады ғой. Мен көптен бері мұсылмандар жөнінде зерттеп жүрмін. Олар адал деп естідім. Мен сізді күнде сынап жүрдім дейді, 20 центтен беріп. Дәл беріп сдачаңызды, бірақ бүгін хәдие берген 30 цент дейді. Себебі сіздер адал екенін, ислам дініндегілер адал ма екен, адал емес пе екен деп дейді. Сол кезде ана кісі далаға жырлайды ғой. 10 центке мен дін сатып жіберіп кішкентай қалдым деп қойған. Мысалы адам бақшы ойлап қалады да. Мен мысалға жеке басым айтайын да, мысалға сақал бар ғой менде. Айттым, абырой жұрттан қорқамын деп. Менде жүремін, жас баламын ғой. Жаңағыдай бір түн көп демей қоймын, билейтін жерлерде, бір көңіл көтеретін жерде көп жүремін да. Кейде естимін. Мұндай пікірлер көп естіп қаламын да. Мен тарапымнан емес, қоғамда вообще. Намаз оқитындар да қуады ғой.
оларда жүреді құрсын, оларда бірдеңе ғой деп қойға. Ондай сөздер неге шығып жатыр білесіз бе? Ондай сөздер жаңағы намазхандар өздерін дұрыс ұстамағанда, мысалы біз сияқтылар біреу демей ақ қояйын, өзіңді дұрыс ұстамасаң, сіз де мысалы қазір көшеге қыса кеп шығып кетсеңіз бар ғой, сіз арына берік адал қыз болыңыз бар ғой. Адам жерге салады бар ғой. Мысалы сол сияқты нәрседе абырой сот деген сол да, жаңағыдай тойда сен қазір мен мысалы тойға шығып өлең айтып кетсем, шарлап кетсем тойды. Мысалға біреу Ерболат Қарақойшының бауырым ғой енді. Көріп жүр ма? Өлең айтып шығып тойға барып деп бар ғой. Ондайды қаламаймын мен бар ғой. Абырой дейтін қасықтап жинайтын нәрсе ғой, қалай төгесің немен барып. Қаншалықты жинадың абыройды? Білмеймін. Бауырларым ең басты нәрсем сол, бауырларымның арасында абыройлымын, қалғанын басқа білмеймін бар ғой. Сол жетеді маған бауырларымның арасында абырой. Қалған абырой дейтін енді атақ, даңқ дейтін де білмеймін. Бірақ ақиқатында шыны керек осы оқиғаға қарсылап тұратын айтып кетті. Танымалдықты қатты жақсы көрмеймін. Ұнайды танымалдығын өтірік айтпай ақ қояйын. Ұнайды сен танып жатса, жаңағыдай бір қоғамдық орында танып жатса, балалар талай мына қазір хит-хукта суши бірдеңе дегендерге барасың ғой, тегін беріп жіберді ғой бәрі. Жаңа бауырым қош бірдеңе айтып жібер, бізге бірдеңе айтып жібер деп па ғой. Оның жағынан күшті енді, бірақ ертең жауапкершілігі бар да оның бәрі. Сен мысалға кейде кеше бір видео салып қойып Инстаграм әлеуметтік желіге астында жеп жатыр ғой адамдар. Сен просто салдым бір кісіге ашуландым да, түсірген видеоға тек ол. Бір қатып қалған бәлекесін деп па ғой, сөйтіп түсірген нәрсе ғой. Біз сені анау деп жүрсек, біз сені табыл досымдың іздеп жүрсек, бір нәрсе айттым, табылдаған бізде ешкім боламайды дедім, керек емес. Мен қарапайым адаммын дедім да. Мен айттым, сен керісінше қуан дедім да. Мен өзім бейнемді көрсеттім деп па ғой. Осы бейнем өзім қазақтың жігіттері дейтін, шынымен айтып айтып деп алған ғой шынымен. Ашуым келді ғой сосын айтып тастаған нәрсемді көрсеттім да. Маған керек емес. Жаңағыдай шынайы өмірде айқайласып керісіп жүріп өмірде. Ал енді бауырлар деп отырған бар ғой. Бір бейнем болар ғой болды. Ерболат, жалпы бір әнді қаншаға жазасың? Кем дегенде? Кем дегенде ма? Кем дегенде бесплатно бересің ғой. Қаншаға жалпы? Бағасы ма? Бағасы бір әннің қалай айтсам болады. Менде бір алып батқан бір ұшып тұрған баға жоқ. Негізі көрпеңе қарай көсілу деген бар ғой. Мысалға бір жас балалар енді шығып жүрген бір әншілер келсе, керек $300-ға, $400-ға бересің. Ең қымбаты, мен өмірде ең қымбат сатқаным $1000 $2000 соған жақындаттым, Ернайдарға саттым. Одан кейін қымбатқа бергенім, еркеге бердім. Енді олар теңгесі бар адамдарға бересің де. Оның хит әнші екеніне қарай өсіресің ба? Әрине. Себебі қалай айтсам болады. Бұл той сияқты ғой. Мысалы, жағдайың мықты адам болсаң, тойыңды керемет ресторанға істейсің, дұрыс па? Ал сол тойдың ресторанның иесі де сенің қандай адам екеніңді біледі де, өзінің бағасын қойып қоюға тырысады да ол. Сол сияқты ән де сондай да. Хит әнші келіп тұрса саған ұнатып тұрса ол көп емес та, ондай нәрселер. Көбіне бізде композиторлар әнді өздері ұсынады да. Осындай ән бар айтып көресің бәрі қалай деп. Ал енді ана әншіге ұнап тұрып, әншісіне бірінші сұраса, осындай әнді естідім деп. Ол уже жетістік. Себебі ол қай бағаға да алады да ол әнді. Бұрындары сіздің ақын болып танылып жүрген кездерде, Қуандықтың енді шығып жүрген кезінде сіздің Қуандықпен бірлесіп жұмыс жасап, оған ән жазып жүргеніңізді білеміз. Бірақ бүгінде қарап отырсақ, оның әндеріне көп сөз де, ән де жазбайды екенсіз. Иә. Неліктен? Біз Қуандық Рахым екеуміз басында жұмыс жасағанбыз бірге. Енді бұл оның алып батқан үлкен себебі жоқ, негізінде ақиқатында бар ғой. Қуандық соңғы қалады, мен жұмыс істегісі келмеді. Мен де онымен жұмыс істеуге құлқым болмады. Неліктен? Әндері ұнамады ма оған? Жоқ, Қуандықтың негізгі ең қазіргі көп әні хит қой енді. Басында репертуарының тек қана 6-7 ән болатын. Соның бір 50% менікі болатын. Кейін Қуандық көтерілді, маған продюсер табылды, ән таңдауды өзі қатырады. Бір сондай нәрселер болды да. Негізі кез келген әнші солай шынымен бар ғой. Кіммен жұмыс істейді, сонымен жұмыс істейді. Қуандықтың басқа да ақындары табылды, басқа да композиторлар табылды, қазір білесіз ғой, көптеген адаммен жұмыс істеп жатырмын. Одан кейін менімен жұмыс істегісі келмеді. Мен де онымен жұмыс істегім келмеді. Өкпе жоқ қой ешқандай? Жоқ, ешқандай өкпем жоқ. Өмірде ешкімге өкпелегім келмейді. Өкпем көп негізінде ақиқатында бір қайтсам болады, көңілім қалған демей ақ қояйын енді бір. Ондай емес. Бірақ өкпелейтін нәрселерім көп. Өкпелеуге тұрмайтын өмір ғой.
қаншалықты жауапкершілікті адамсың? Жауапкершілігім аз менің. Қай жағынан? Қай жағынан? Ең жаман жағы? Ең жаман нәрсе мысалы қай жағынан барлығынан емес, әрине жауапкершілік деген керек қой. Бірақ еріншектігім басым. Бәлкім ойлаймын, үйленгеннен қалатын шығар бәрі. Себебі үйленгеннен сен жауапкершілігің артады. Аманатқа біреудің қызын аласың, отбасының иесі боласың, құдай қаласа әке боласың, дұрыс па? Бірақ қазір өнердің тарапынан алғанда көбіне. Жаңа айттым ғой, қиындыққа жеңілдеп қараймын деп. Сол нәрсе сияқты кейбір нәрселерге жеңілдеп қараймын кейде. Сол үшін айқай естіп те қаламын, ұрыс естіп те қаламын. Бірақ ар жағым таза да көбіне. Шыны керек, бірақ жауапкершілік өнер тарапынан көбіне жеңілдеп қараймын. Ертең бүгін жазып тастайтын сөзді ертең жазып тастаймын деп қойған. Көп айтады, Ерболат Қарақойшы да дейді, мысалға, ол тамады болған кезінде тойға шығып тойды басқару керек болса, шыққысы келмесе мен шықпаймын деп айта салады. Иә. Бар, ондай бар. Басқармаймын мен, басқармаймын деймін. Тойдың үстін тұрып та басқармаймын. Ондай да болған талай. Маған ұнамайды мысалы аудитория ұнамайды. Той басқаратын аудитория ұнамайды маған, шыны керек. Мен тіпті тойдың иелеріне сұрап аламын арнайы. Қандай халық болады? Қазақ халық па? Ол мысалға мені кейде шақырады, өлең домбырам ойнай айтуға сұрап аламын арнайы. Домбыраны тыңдап білетіндер бар ма деп. Бар болса барайын. Бар болмаса босқа қор болмай қояйын деп бар ғой. Солай айтамын. Сенің футболдың жанкүйері екеніңді жақсы білеміз. Тіпті сол үшін Алматы, Астананы шарлап қайтқаныңды да білеміз, иә, футбол үшін. Жалпы қазір әлем чемпионы болып жатыр. Қарап жүрсің. Иә. Қай команданың жанкүйерісің? Әлем чемпионы Аргентина жанкүйерім. Сол жақсы көретін командаң үшін ақша тігер ме едің? Это ставка. Бәсті. Ол әлем чемпионатын жеңеді деп, жоқ, ондай салмаймын. Жалпы кездер болды ма ондай? Менде студент кезде болды. Студент кезде 500 теңгені 80 мың, 40 мың, 100 мың болған кездер болды. Мен өтір етпей қойын, талай болды. Ақша салған кездер. Бірақ айтайын, ақша салатындар көбіне екі түрлі болады. Ол атмосфераны да көрген. Біреулер қызығы үшін салады. Миллионда ақша көрмейтіндер болады. Біреулер мұқтаждықпен салады. Мен студент кезде оның екіншісінде болдым. Мен студент кезде ставка салғам. Аңқаулықпен ба, әлде ақша табудың жолымен ба? Ол ақша табу деген бар ғой, олай ақша табу ақымақтық ол. Ол сен жеңе алмайсың оларды бәрібір. Ол түсінген адамға түсінікті нәрсе да ол. Мен ол кезде айтып тұрмын ғой. Мысалы мен тіке мысал келтірейін, менде 1000 теңге ақша болады. Ол кезде Абайда жатақханада тұрамын, студентпен бірінші курстың. Жасым толмаған, ол кезде 17-те боламын. Бір айлыққа салып жіберемін. Мысалға 500 теңгең 1000 теңгең болса, 500 теңгені салып жібересің бәске. 500 теңгеге 2 ұйғырдың самсасы, бір шай, бір алтын алып басында сатып алып соны қарайсың. Ол кезде ақша керек болды. Мысалы шыны керек мен, егер бәлкім мен студент кезде оқып жүрген кезімде композитор ақын болған болсам егер, мен баяғыда дипломды алатын едім, 3-ші курстан кетіп қалмай бар ғой. Кетіп қалдым 3-ші курстан кейін. Бір жағынан оқудың теңгесін төлей алмадым ол кезде, шыны керек. 150 мың деген ауылдағы менің ата-әжем үлкен ақша болды. Жалпы өнер жолы, ақындық жол бұл бәсекелестіктен тұратын жол, иә? Сені осы жолда сатып кеткен адамдар болды ма? Жаңа айттым ғой, өмірге мен өкпелегім келмейді деп. Өмір өкпелеуге тұрмайтын нәрсе ғой деп. Сондықтан бұл тақырыпты қолданғым келмейді. Қозғап кетсең біреуді жамандайсың да. Біреуді жамандаған жүрек жақсы емес та ол. Ол жүректің ішінде тәуіп ол толып тұр да екен, оған керек емес. Ал сен біреуді сатып көрдің бе жалпы? Жоқ, оған емес, олай мүлдем. Сатамын деп ойламаймын. Бүгін қаншалықты шынайы болдың? Бүгін толық шынайы болдым. Толық шынайы болдым. 100%, 100%-ға. Әлі де шынайы бола аламын, қандай сұрақ болса да айтып бере аламын. Бір ғана нәрсе айтқым келеді, бір ғой. Жақында бір ән шығаратын ойым бар, бұйырса. Бұл тақырыпты бала күнімнен қозғағым келетін. Бірақ кімге беремін білмеймін де әлі. Мықты орындаушыға бергім келеді, түсініп орындайтын бар ғой. Әннің аты ешкімде ешкім емес дейтін. Ішінде сөздер бар да, сахнада күлгізушісің, көлікте жүргізушісің деп келеді. Соңында ақшама табатының, қонаққа баратының, түбінде 2 метр ақма табатының деп бар ғой. Айтқым келетін ешкімде ешкім емес, бүгін барсың, ертең жоқсың. Сондықтан өмір өкпелеуге тұрмайды. Бір қиындық келсе, сабыр ет, айлық келсе, шүкір ет, болды, солай өмір сүре бер. Рахмет үлкен. Сол.